өзіңіздің инстаграм парақшаңызды қойып, осы дайрект смс-ті жазып адамға ұсынуды ұсынамын, иә. Енді өзіңіздің инстаграм парақшаңызды қою деген ол өте қиын зат емес, өте оңай. Алдымен сіз өзіңіз кешемен жіберген дайрект смс-ті копировать етіп аласыз. Міне, копировать деп бастық. Міне, көрдіңіз бе, копировать деп басылды. Міне, сәлеметсіз, менің есімім Асылгүл, баланың анасымын және интернет кәсіпкерімін. Сізге қосымша жұмыс ұсынайын деп вложение без риска айлық 20 000 теңгеден басталып 2 айда 300 000 теңге жетуге болады. Қаласаңыз одан да жоғары табысқа жетесіз деген сияқты смс-імді жаздым. Қосымша ақша тапқыңыз келе ме деп жаздым. Я деп жазып жіберсе, ол кісілер, значит, сіз ол бизнесті ол адамдарға түсіндіріп өтесіз. Енді бір жағынан осы смс жіберген кезде төменге осылай 2-3 түсеміз. Түскеннен кейін өзіңіз инстаграмды ұстап кетіп қойыңыз, иә. Себебі дейтін, сіздің инстаграм парақшаңыз дамыған болу керек, иә. Егер инстаграм парақшаңыз әлі дамымай тұрған болса, онда просто бүйтіп жібересіз, отправить деп жібересіз. Ешқандай инстаграмыңыз әлі дамымаған, сол баяғы олпы-солпы күйінде тұратын болса. Ал егер инстаграмыңыз дамыған болса, онда мына смс-ті былай вставить етесіз. Вставить еткеннен кейін, міне, вставить еткеннен кейін бұны былай жасайсыз. Инстаграм парақшаңызды аласыз да. Міне, инстаграм парақшаңыз кірдіңіз. Кіргеннен кейін өзіңіздің бір фотоңызды аласыз да. Міне, копировать, ссылку деп аласыз и ставить дейсіз. Міне, өзіңіз инстаграм парақшаңыз сол көзі түседі. Сосын міне отправить деп басасыз. Сол кезде адамдарға отправить етіледі. Жақсы ма?